Қайырлы күн достар, зерттеу көрсеткендей, егер адам энергетикалық сусындарды үнемі тұтынатын болса, онда бұл оның денесінің барлық дерлік органдары мен жүйелеріне үлкен салмақ түсіреді. Және оларды үнемі ішу өте ауыр ауруларға және тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Бұл туралы кей кезде жаңалықтардан да естіп тұрамыз. Және осы себепті әлемнің көптеген елдерінде энергетикалық сусындарға қарсы күресуде, ал кейбір елдерде оларды қарапайым дүкендерде сатуға да тыйым салынған. Сонымен энергетикалық сусындардың қауіптілігі неде? Мүмкін бұл қауесеттердің бәрі асыра сілтеу және кей кезде оларды аздап болса да анда-санда ішуге болатын шығар. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіз, бұл өте қызықты және пайдалы ақпарат болады. Ендеше кеттік. Айтпақшы достар, міндетті түрде менің каналыма жазылыңыз, және де менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен энергетикалық сусындардың артықшылықтары туралы айтайық. Бұл сусынның оң жақтары да бар екен. Шынында да энергетикалық сусындар біздің жұмысқа қабілеттілікті арттырады, ақыл-ой белсенділігімізді жақсартады, ұйқымен күресуге көмектеседі, физикалық төзімділікті арттырады және көңіл күй мен субъективті сезімдерді көтереді. Айта кетсек, егер біз түні бойы сессияға дайындалып таңертеңге дейін оқу үшін энергетикалық сусындарды ішуді қаласақ, онда бұл идея әрине зиян және мүлдем тиімсіз. Өйткені бұл режимде біздің миымыз ақпаратты сіңірмейді. Өйткені есте сақтау ұйқы процесінде жүретіні дәлелденді. Сондықтан, егер сіз түні бойы оқу үшін энергетикалық сусындарды пайдалансаңыз, бұл дұрыс емес. Бірақ кейде энергетикалық сусындар, мысалы ұзақ жол жүрсеңіз, жүк тасушы болсаңыз, құтқарушы ретінде қызмет етуі мүмкін. Себебі жол бойында ұйықтап қалу қаупінен сақтайды. Энергетикалық сусындар біздің физикалық төзімділігімізге де әсер етеді. Егер біз бұны спортпен айналысу үшін ішетін болсақ, онда бұл идея жаман. Өйткені жүрек тамыр жүйесіне шамадан тыс стресс бізге өте нашар қызмет етуі мүмкін. Сонымен, енді энергетикалық сусындардың теріс немесе зиян әсеріне көшейік. Барлық энергетикалық сусындардың негізгі құрамдас бөлігі әрине ол кофеин. Бұл біздің орталық жүйке жүйеміздің заңмен рұқсат етілген ең күшті стимуляторы. Өйткені кофеиннен күшті нәрсе қазірдің өзінде тыйым салынған. Сонда да кофеин біздің орталық жүйке жүйесін әлсіретеді, яғни біздің миымызды. Энергетикалық сусынның әсері шамамен 4 сағатқа созылады, содан кейін кері реакция басталады. Кейде адамдар тағы басқа энергетикалық сусын ішкісі келеді. Егер сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдалансаңыз, онда бұл әрине біздің ми жасушалары үшін өте жойқын қауіп тудырады және ұйқы проблемаларынан басқа ол ашуланшақтық пен шаршаудың жоғарылауына әкелуі мүмкін. Сіздің көңіл күйіңізге теріс әсер етеді және әрине өте айқын тәуелділікті тудырады. Және кейбір адамдар шынымен кофеинге тәуелді. Бұл олардың күн сайын бір немесе 2 банка энергетикалық сусындарды ішумен ғана емес, сонымен қатар, мысалы, үнемі бірнеше шынаяқ кофе ішетіндігімен де білдіруге болады. Дегенмен, энергетикалық сусындарда әдетте кофеин кофелерге қарағанда көп болады. Кофеиндік дозалардың келесі жағымсыз әсері әрине біздің жүрек қан тамыр жүйесі. Менің ойымша, егер сіздер энергетикалық сусын ішкен болсаңыз, сезінген боларсыз. Әсіресе біреу емес екеуін ішсе, ол кеудеден немесе жүрек тұсынан ауыр сезімдерді сезіну мүмкін. Шаншып, оның қалай соғып жатқанын естіп сезінгендей боласыз. Ол өте қатты жүктелгенін білдіреді. Қан қысымы жоғарылайды және егер осы сәтте жүрекке күшті физикалық жүктеме берсек, мысалы, дискотекада біз энергия ішсек, би билесек немесе спортпен айналыссақ, теріс әсері өте айқын болады. Және оны үнемі пайдаланатын болса, бұл әрине аурулардың пайда болуына әкеледі. Энергетикалық сусындардың келесі теріс әсері олардың диуретикалық әсері.
Дәл сол кофеиннің арқасында энергетикалық сусындарды қабылдағаннан кейін дәретханаға тез және күшті барғымыз келетіні таңқаларлық емес, және бұдан кейін көбінесе адамдар су балансын қалпына келтіруді ұмытып кетеді. Сондай-ақ кофеиннен басқа кейбір энергетикалық сусындарға таурин сияқты басқа да заттар қосылады. Айтпақшы, олар сусынға үлкен мөлшерде қосылады. Мысалы, тауринді қосу күнделікті дозадан 10 есе асып кетуі мүмкін. Әрине, энергияның дозалануы мүмкін, және осыған байланысты адам өте кең ауқымды белгілерді сезінеді. Бұл құсу және диарея, іштің ауруы, жүрек жұмысындағы елеулі үзілістер, адамның қызуы көтерілуі мүмкін, терлеу күшейеді, асқазан жарасын күшейтеді, кейбір адамдарда тіпті галлюцинациялар болуы мүмкін. Келесі, кез келген энергетикалық сусында қант болады, және бұда ғана емес, жай ғана тәтті сусындардың өзі организмге өте зиян. Сондықтан жаңалықтарда танымал оқиғаны естіген боларсыз. Бір британдық күніне 4 банка энергетикалық сусындарды ішуді әдетке айналдырды. Сол себепті ол бүйрек ауруына ұшыраған. Жұмысын қалпына келтіру үшін оған тек оларды трансплантациялау ұсынылды. Қорыта келгенде, егер сіз кейде аздап энергетикалық сусын алғыңыз келсе, оны өте мұқият ішіңіз. Біріншіден, энергетикалық сусындарды аш қарынға қабылдамаңыз. Екіншіден, ешбір жағдайда бір банкадан артық ішпеңіз. Үшіншіден, физикалық белсенділік кезінде энергетикалық сусындарды қабылдамаңыз, және оларды ешқашан алкогольмен араластырмаңыз. Су балансын бұзбау үшін сұйықтықты міндетті түрде ішіңіз, және энергетикалық сусындарды қабылдау ұйқыңызға нашар әсер ететін стимулятор екенін есте сақтаңыз. Айтпақшы достар, егер сіз энергетикалық сусындарды ішкен болсаңыз, және қандай да бір белгілер мен сезімдер болғанын байқадыңыз ба, комментарийда бөлісе кетіңіз. Сіздермен болған топ деректер.